Алдында бір видеоларда біз машиналық оқытуға қатысты Google Teachable машина туралы айтқан болатынбыз. Енді бұл видеода тағы бір соған ұқсайтын мықты бір осындай программа бар. Бұл арқылы біз машиналық оқытуды өзіміздің реальный проектімізде қолдана аламыз, және машиналық оқытумен айналысу үшін бұл программаның көмегі арқылы ешқандай программалауды біліп керек емес. Тек қана арнайы модельдерді жаттықтыра аламыз, және соны біз реальный өзіміздің программамызда қолдануымызға болады. Бұл Loop.ai деген осындай сервиске өтеміз, және бұл жерде бұл туралы қалай жұмыс жасайды, примерно қандай, мына жерде мысалы көрсетілген. Мына жерде картинка тұр, міне осы картинкада мысалға мына қандай өсімдік екені міне мына жерде жазылып тұр. Бұл оқиды. Осылай біз осы программаны, яғни арнайы машиналық оқытуға арналған модельді дайындай аламыз. Мысалға мына жерде міне эмоция күлген кезде, немесе эмоциясы басқа болған кезде, немесе мынандай әртүрлі әрекеттерді осылай міне көрсете алады. Яғни бұл картинка арқылы жұмыс жасайды. Маска тақты, тақпады деген. Қазір біз маска тақты, тақпады дегенді осы программа арқылы да жасауды үйренеміз. Бірінші біз не істейміз? Осы программаны скачать етіп алуымыз керек. Ешқандай проблема жоқ. Download, ол жағы оңай. Программаны орнатқаннан кейін бізде осылай тұрады. New project-ті басам, әрі қарай біз не істеуіміз керек? Проекттің атын қойсақ болады. Мысалға там маск деп қойдым. Яғни маска деген сөз. Импорт дегенді басамыз. Бұл жерде өзіміздің компьютеріміздегі картинкаларды алсақ болады. Осыны басу арқылы міне. Яғни дайын картинка болса өзіміздің компьютерімізден алсақ болады. Немесе екінші жол бар. Мына жерде датасет деген бар. Осыны басатын болсақ, былай істейміз мысалға. Мысалға айталық, бізге маска тағып тұрған сурет пен тақпай тұрған суретті алу үшін бірінші папка ашамыз. Маска тағып тұр деп ашамыз, тақпай тұр деп деген секілді. Оның ішіне тағып тұр деген папканың ішіне картинкаларды қоямыз. Енді ол жағы өте қарапайым. Мысалға рабочий столда мен папка ашам, айталық. Проекттің атын жазайын, ап деп. Соның ішіне біз низатты анықтауымыз керек. Өте оңай. Бірінші мысалға маска бар, маска жоқ. Маска жоқ. Бұны ашу жағы өте оңай. Маска бар деген ішіне маска тағып тұрған адамдардың фотосын толтырамыз. Дофига фотоны маска жоқтың ішіне маска жоқ фотоларды толтырамыз. Әрі қарай мына датасет дегенді басу арқылы соны таңдаймыз. Choose dataset деп тұр. Рабочий столға өтеміз, және мынаны таңдаймыз, мысалға select folder деген секілді. Әрі қарай осы жерге импорт жасалады. Бірақ бізге керегі қазір камера деген, менде веб-камера қосылып тұр. Осы арқылы біз мына программаны оқытамыз. Осы жерден біз өзіміздің камерамызды таңдайық. Данный момент менде осындай. Біз осы жерден өзіміздің камерамызды таңдаған кезде бізде мына жерде менде не тұр, осыны көрсетеді міне. Енді бұл жерге біз атын жазамыз. Бізге мынадай программа жасау керек. Айталық, маска тағып тұрған фото мен маска тақпай тұрған. Немесе көшеде бір ақылды камера тұруы мүмкін. Маска тақпаған адамдарға автоматически анықтап, соған штраф басады деген сияқты. Сондай жағдайда мысалы қалай жасайды? Бірінші лейбл деген жерге мына фотоны біз толтыру үшін, яғни мына программаға оқыту үшін біз өте көптеген фотоны мына жерге жібереміз. Ол үшін себебі ол таба алу үшін солай оқытамыз. Маска мысалға бар дедім, маска жоқ деп жазайық бірінші. Себебі мынаның аты маска жоқ фотоларды енді түсіреміз. Өзімізді түсірсек болады. Маска жоқ емес, мысалға 1, 2, 3 деген сияқты вариант көп. Қазір мысалға менде маска жоқ фото басам, и уже бір кадр. Бұл бір картинка, бұл қанша көп болса сонша жақсы. Мысалға бүйтіп түсірейік. Мынаны басып тұратын болсақ, бұл түсіре береді. Және айта кететін, мына машиналық оқытумен айналысқан кезде жалпы видеокарта болса өте жақсы. Мен компьютеріме қазір мысалы нагрузка түседі, қанша көп болса. Осылай түсірейік. 100 жетеді. Ал енді маска жоқ дегенді көрейік. Мысалға міне маска бар. Тренинг жасаған кезде қазір көрсетемін. Бірінші лейбл дегенге барамыз. Міне маска жоқ фотолар. Осы арқылы біз программаға айтамыз, қара, мына фотодағылардың барлығында маска жоқ. Егер сен осыған ұқсайтын көретін болсаң, демек бұл адамда маска жоқ деген сияқты солай бұл табады. Тағы да трейнді басамыз, импорт и камера. Маска таққан дегенді енді жасауымыз керек. Маска бар.
маска бар, маска керек бізге. Менде осындай маска тұр, не? Осыны тағып алайық. Енді мен масканы осылай тағам. Дұрысша, бұрысша екен білмеймін. Мен өзім нақты масканың қай жағы дұрыс екенін шыны керек білмеймін. Маска бар, былай тағып қойдым. Маска бар, енді маска бар фотоны көрейік. Бұлай жан жақты түсіреміз. Маска бұл фотода бар. Бұған примерно қанша фото түсіреміз? 100 фото дейік жарайды. Бұған да примерно 100-ін алайық. Қазір көрейік. И мына жерде міне уже тренинг кетіп жатыр. Мына программа оқытылып жатыр, яғни маска бар, жоқ деген осы біз жіберген данныйдың нәтижесі бойынша бұған анализ жасайды өзі. Бұл жердегі алгоритмдер, қандай алгоритммен жұмыс жасайды, бізге ешқандай басқартып керек емес. Егер біз TensorFlow немесе басқа Python библиотекаларымен жұмыс жасасақ, PyTorch, сол жерде біз оларды таңдауға тура келеді. Әрине ол да вариант бар, дегенмен мынау оңай шешім. Оны әрі қарай қалай жұмыс жасауға болады, біз көреміз. Мына жерде міне айтып тұр. 86% жағдайда мына программа дәл тауып тұр, яғни успешный болып тұр, 14% дұрыс емес. Бұл негізі лучше 99 немесе 100 болған дұрыс. Так, енді біз мына жерде қанша екен көрейік. Міне маска бар деген 96 фото бар, маска жоқ деген 108. Мен айта кетейін, бұл жерде данный қанша көп болса, бұл сонша жақсы. Мысалға 108 емес, 1000 болса болады. Ол үшін тренингке барамыз да, импорт камерадан алсақ болады, немесе басқа интернеттен алған фотоларды қолдансақ болады. Бұл жерде әрине бұған идея өте көп, өте көп. Мысалға наушник тағып отыр, тақпай отыр деген сияқты. Так, маска бар дегенге тағы да бір қосып жіберейік. 100 болсын. Шот. Қазір 99 болды, міне. Одан кейін біз бұны тестілеп көре аламыз. Қазір қалай қолданатынын мен көрсетемін. Бұл қазір оқып болсын, мынау тренинг кетіп жатыр. Біз бұны қазір тестілеп көреміз. Міне, қазіргі жағдайда 100% дәл тауып тұр. Тренинг болды. Енді use дегенді басамыз. Біз бұны тестировать етіп көрсек болады. Міне, маска жоқ деп тауып тұр. Менде мысалы мына фотодағы адамда маска жоқ. Басқа бір любой адамның фотосын мына таңдау арқылы компьютерден ұстап тұрып мына жерге жіберіп тестілеп көруге болады. Немесе экспорт деген қазір көрсетемін, не үшін керек. Міне маска жоқ. Сосын мына жерде бір күшті функция бар. Маска жоқ деп тұр. Маска жоқ. Мынау деген негізі вообще қателесіп тұрған жоқ. Маска бар. Алысқа кетсе, понятно. Онда түзеге маска жоқ. Ал енді маска бар ма, жоқ па? Вот, маска бар. Жоқ. Бар. Енді бұл енді қателесетін шығар дегем. Егер случайно қателескен жағдайда біз былай істейміз. Мысалға айталық, мен біткен кезде маска бар деп тұр. Негізі менде маска жоқ. Сондай жағдайда мынаны басып жібереміз. Яғни бұл программаға айтамыз. Сен қателестің, бұл жерде негізі маска жоқ деп. Міне. Ал егер дәл тапқан жағдайда бұны подтверждать ету үшін тағы да кішкене қоссақ болады. Шынымен маска жоқ. Сол кезде программаға, мына жерде қателестің, мына жерде дұрыс деген сияқты бұл қайтадан обучать етеді и әрі қарай дұрыс табу ықтималдылығы жоғарылай түседі. Өте простой жалпы. Бұрын мен бірінші рет көрген кезде мынадай бүйтіп қатып қалатын болмаған, бүйтіп ұстап қалатын. Бұл өте жақсы ойластырылған. Соңғы версиясында осындай шықты. Ал енді бұны қалай қолдана аламыз? Экспорт дегенді басамыз. Бұл жерде Loop Connect деген бар. Бұндай жағдайда бізге мынадай локальный не береді, хост береді, осыған запрос жолдау арқылы любой Python мен жалпы HTTP запрос жолдаймыз, ол кез келген программалау тілінде бар. Сол кезде біз данныйды жібереміз, мына жерде base 64 түрінде картинканы бізге результат қайтарады. Маска бар деген вероятность, мысалы 98%, маска жоқ деген вероятность, мысалы 3%, сондай жағдайда маска бар деген шешім қабылдау болады. Себебі 98% жағдайда ол бар деп тұр. Қосымша TensorFlow деген бар, егер соны қолданатындар болса, мына Pythonда осыны басып экспортировать етуге болады. Веб-приложение мынау React қателеспесем, одан кейін model файл бар, әртүрлі TensorFlow JS деген бар, JavaScript версиясы TensorFlow Lite деген бар. Біз мобильный приложениеде қолданамыз. Мысалы, Android приложениеге арналған, мына жерде iOS-қа веб-приложение, міне REST сервер.
Бұл REST серверді қалай қолдануға болады? Мына жерде міне Pythonда Flask деген фреймворк бар, микрофреймворк. Сондай жағдайда қалай қолдануға болады? Мына жерде міне пример бар, соны алып көрсек болады. Енді бұл жерде бізге қайсы керек? Мен өзім мобильный разработчикпін, маған мысалға қайсын қолдану мүмкін? Lob Connect арқылы мен тестілеп көруім мүмкін. Одан кейін барып REST сервер жасауым мүмкін. Серверге жіберем, кез келген жерде мен оған запрос жолдаймын, и маған ответ қайтарады. Немесе маған жылдамырақ вариант керек болатын болса, TensorFlow Lite'ты қолдансам болады. Мына Flutter'де осымен жұмыс жасауға арналған библиотека бар, мен оны тестілеп көргем, нормально жұмыс жасайды. Бірінші осыны таңдаймыз, атын жазамыз, и осы модельдің атын, яғни кез келген атты экспорт, оптимайз және экспорт, немесе қайсы ыңғайлы көрсеңіз болады. Қайсы ыңғайлы екен мен оқып шыққан жоқпын, екеуінің қандай айырмашылығы бар, маған осыны басайын. И күте тұрамыз, мұны модельді экспортировать етеді, яғни мынаның ішіндегі данныйларымен қоса. Бұл модель деген жаңа обучать етілген модель, ол модельді әрине мына жерден жетілдірсек болады, қайтадан мына жерде импортировать етіп алып қайтадан экспортировать етсек болады, жетілдіру үшін. Енді егер серверге жіберетін болсақ, әрине мынаны мобильный приложениенің ішінде сақтап керек емес. Сақтайтын болсақ, модельдің көлемі 5 мегабайт болса, мобильный приложениенің көлемі 5 мегабайтқа үлкейеді деген сөз. Ол жағы әрине қатты ыңғайлы болмауы мүмкін. Менің маған керек емес. Стоп дейін, и маған осылай тұра береді. Импортировать етуге болады, модельді жетілдіру мақсатында. Жалпы бұның жұмысы принципі міне дәл осындай. Қазіргі жағдайда мынау четко тауып тұр. Бізде 100 данный бар, негізі 100 деген бір қатты көп емес негізі. Кейбір мысалға бұны данныйларды мына маска бар, маска жоқтан фото болуы мүмкін, текст болуы мүмкін. Мына жерде енді текст деген вариант жоқ. Бұны датасет деп атайды. Датасет мына қанша көп болса, сонша жақсы, яғни мынаның қателеспеу ықтималдылығы. Мысалға алдында градиент деген приложение бар. Градиент деген приложениеде ол арқылы мысалы қандай ұлтқа жататынын көруге болады. Мынау арқылы сондайды да жасауға болады. Просто мына жерге жазып қоямыз. Қазақ, неміс, орыс деп. Мына жерден солардың фотосын скачать етіп алып, импортировать етуге болады. Мысалға 100 қазақ, 100 орыс, 100 немістің фотосын алып тексеріп көруге болады, егер қызық болса әрине.